Dostlar, mana oyunimizni sızıp aldık. Өстіп қалған ойымызды бірінші сызып аламыз. Кейін осының үстіне паутинкамызды жабыстырып алатын боламыз. Сосын барып қиятын боламыз ойымызды. Достар, осы паутинкамызды оюға жабыстырмас бұрын ескере кететін жағдай. Мынандай наклейка болады. Қағаз дәптерлестіретін жерлерде. Осындай наклейканың бізге тек осы артқы бөлігі ғана керек болады. Осы мына ақ қағазы керек болады. Өйткені паутинкамыз басқа матамен немен жабыстырсаңыз жабысып қалады, алынбай қалады. Ал бұл қағаз жабыспай тек матаның өзіне ғана, паутинканың өзіне ғана жабысуға көмектеседі бізге. Каркамен де жабыстырып көрдім. Каркамен дұрыс жабыспады. Осы қағаз ғана жақсы жабысады. Қолданып жүрген қағазым. Енді өтегімізді қосып қыздырып аламыз. Кішкене қарсыз, болсыз өтектеп шығатын боламыз. Өтегіміз қызды. Осылайша қарсыз басып шығамыз. Бұл паутинкамыздың жабысқанын қалай білеміз десеңіздер, өстіп алынатын кезде, шетінен бүйтіп алып қараған кездеріңізде, матаға уже жабысып тұрады, паутинкаларыңыз кәдімгідей жылтырап жабысып тұрады. Үсті жағын кішкене басып жіберейін. Су көземіне. Өстіп полностью жабысып шығады, жылтырап тұрады. Енді бұл ысылай. Қазір сіз бұны қиятын болсаңыз, жабысып қалады. Сол үшін біз кішкене бұны кептіріп қоямыз. Кепкеннен кейін барып, оюды қырқып алатын боламыз. Достар, міне оюымыз әбден суыды. Енді осыны қия берсек болады. Оюымызды қиып алатын боламыз. Мына ортасындағы ою қажет болса қиып, қимай қойсаңыздар да болады. Мен осы жолы ортасындағы шеңберлерді қимайтын боламын. Осылай қайшының көмегімен ұштарына байлап отырып қиып шығасыздар. Достар, міне оюымызды қиып алдық. Бұл велюр матасы болғасын. Болып тұр. Енді осыны матамызға қойып, өлшеп матамыздың үстіне қойып, үтіктеп жабыстыратын боламыз. Достар, міне мен ақ велюр алдым. Жаңа оюдың астына ұзындығы 50, ені де 50 қылып қырқып алдым. Қазір осыны қырқып сіздерге оюын қойып көрсететін боламын. Бұл теріс беті.
Мына шетіндегі кромкасын қиып тастайтын боламыз. Кромканың үстінен есептедім мен. Кромканы алып тастаймыз. Енді матамызды ашамыз. Оюмызды ортасына қоямыз. Оюмызды қақ ортасына қойып алып, үтіктеп, жабыстырып шығып, зигзагпен тігетін боламыз оюмызды.